Проспект болып қалды, көше Крещаевич. Ана тетік айнымашша тұрбайбы? Аяқтан да қазір бір көше түседі. Бұяққа. Аяқтан бір көше түседі дағы, параллельно көшеге, параллельно болады дағы, екеуі қосылып, Османова бар. Кішкеге көше өтші да? Кешке, онда көше өтші. Ояққа жән үйлер бар өтші да. Бұлар қачан бітеді? Endi shu avgustun 1-23-lerinde de atarız. Ең негізгі көше мына ол мектеп интернат тегерегінің көшелердің барлығы августтың 10-15-терде бітірші керек те. Себебі дегенде августтың 20-лардан баштап открытиясы датасын қояды екенбіз. Ал жерге Россияның депутаттары Терешков өзі келеді деп отыр. Анан кейін жаңағы президент келіп барышы мүмкін. Посол-сасолдар біткенше соны қойсын ғой. Достойный болып соны. Yani bu köçelerde Bütün sapatların qarala, köçünün sapatı yaxşı. Sapatın qarala, elini aradı sapat boşu. Laboratoriya olmuş. Molcular bütün hep usta şapsan onlar mı? Үйлер бар болчу. Kuşlaydı, val çalışma. Burada muzkat jeri var болчу, босақтың метіп, қағаздарын қолына беріп, biz өзін есептеп қойып бердік. Абсолютно новый. Ана мынақтағылар қалар болды. Яқа чейін балконды орыншыға плюс көріп жазып, мынақа чейін іші болған болсын да. Барын алдық. Қазір мынау көшедағы Тимир жазуы. Мына Байтемиров барып тұрып, Пресізбайн арқылы Alcıdan gelgende de o şarkının şahara kirip кетеді. Ооба, екі жақ менен кирип кетеді. Жана Моңгол жакынан айланып, тияктан айланып отуруп басты. Туурабы? Ооба. 3-4 көчө болуп калды. Мотошыжан Лукацкий подъемды разгрузка кылып атат. Көчөнү разгрузка кылып атат. Могу көчө, мынау эки көчө Тимиряз менен Байтемирова Осмонго караганда чоңураак болуп калды. Алар экине паласа биз 4 паласа болуп калды. Жакшы, на будущее кылып, жакшы болду. Ден соолугу. Эми ошонун баардыгын кышка чейин бүтөбүз. Düz? Кышка чейин бүтөбүз. То есть быйылкы жылкын эсебинен бүтөбүз. Ошто эмнеге жылкы бүтпөгөн көчө калбайт. То есть быйылкы башталган көчөлөрдүн баары Быйыл башталган көчөнүн баары бүтпөгөн көчө калбайт. Туурабы? Соңында УКМК жетекчиси Ак Тилек Кичи районундагы Жолон Мамытов атындагы эс алуу багын оңдоп түзүүдөн кийинки пайдаланууга берүү жумуштарындагы көрдү. Андан ары Осмонов көчөсүнүн эки тарабына курулган тротуарларды жана жашылдандыруу иштери менен таанышып, оң баасын берди. Да, бул жерде расширение болгондо моңолор алынат да. Ооба, булар жака ачылат. Столболор алынат. Ооба, тетиги жака шталга тура койбу? Ошо жака ачылат. Бир полоса кошулду да. Биягына. Как раз на 300 здания көчпөй аттылы да. Куролар мı? Расширение, мол 300 здания көчпөй атып. Бул жака чейин расширение. Ошондо бул жерде эмне? Канча 6 полоса болобу? 4 полоса тротуарлары менен, э?